Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғылыми эссе. Қарастыратын жоспарларымыз: ғылыми эссенің тілі, ғылыми эссенің стилі, зерттеудің әдіс тәсілдері. Эссе жазылу мақсатына қарай қойылатын талаптар әртүрлі болады. Эссе жазушы пәндік мақсатқа сәйкес эссе түрінің талаптарын сақтап отырып жазады. Эссенің мақсаты эссе жазушы өзіндік көзқарасын, сыни ойын жетілдіру, ұстанымын дәлелді бекіту үшін жан-жақты білім алып, ақпараттық қарулану, тақырыпты ашуда метатанымдық білігін тиімді қолдану, шығармашылық қабілетін шыңдау, ой жүйелілігін реттеу, жазу түрлеріне қарай жазу тәсілдерін таңдай білуі, эссе түріне қарай жазу стилін сақтауы, ой жүйесінің бірізділігін сақтауы, сөз оралымдарын тиімді қолдануы, шығармашылық жазбаларды сақтау, сөздік қорын байлығын дамыту, талдау жұмыстарында қажетті термин сөздерді тиімді қолдану. Эссе жанры қазіргі заманда барлық мамандықтағы адамдар үшін негізгі іскерлік, қарым-қатынас жасаудың, табысқа қол жеткізу үшін өз жаңалығын жүзеге асырудың, басқа адамдардың ой-пікіріне көзқарасын білдіру үшін ең негізгі жазу түрі болып қалыптасып отыр. Қазіргі мектеп оқушысы, келешек маман, ол қандай салада болсын өзінің шешімі мен тұжырымын сауатты бере алатын, ауызша да жазбаша да талаптарға әр уақытта сай ойын толғай алатын маман болуы тиіс. ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша әлемдегі ең сауатты адам берілген тақырыпқа 500 сөзден астам көлемде өз ойын әдеби тілмен бере алатын адам болып табылады. Эссе дегеніміз философиялық, әдеби, тарихи, публицистикалық, әлеуметтану, саяси және тағы басқа саладағы ғылыми емес автордың жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтін болып табылады. Эссе емін-еркін композициялық құрылымға негізделген немесе көркем публицистикалық жанрдың бір түрі. Эссе қатаң түрде жоспарға негізделуі міндетті емес. Эссе көзқарас, сараптама, дәлелдерге негізделеді. Эссенің классификаторлары: философиялық, әдеби сындық, тарихи, көркемдік, публицистикалық, рухани, имандылық болып мазмұны жағынан осындай түрлерге бөлінеді. Қалыптары бойынша эссе келесідей түрлерге бөлінеді: пікір сараптамалық, лирикалық миниатюралық, ескертпелер, күнделікті жазбалар, хаттар және тағы басқалар. Эссе жазуға қалай дайындалу керек деген сұраққа ең алдымен эссе жазуға кіріспес бұрын ең алдымен мына сұрақтарға жауап беру керек сияқты. Неге? Мен не үшін жазып отырмын? Менің жұмысымды кім оқиды? Мен қандай идеяларды айтқым келеді? Маңызды ақпаратты мен қай жерден іздеп табам? Мен оқырмандардан қандай пікірлер мен іс-әрекеттері күтемін? Эссе жазудың нақты мақсаты қандай? Ол үшін келесідей белгілерді айтып өтейік. Белгілі бір мәселе бойынша өз пікірін айту және дәлелдеу. Сұрақ бойынша өзінің түсінігін, ойын айту. Оқырмандарды ақпараттандыру. Мәселені талқылау, шындықты табуға тырысу. Өзінің және оқырманның көңілін толықтыру, рахатқа бөлу.
көңіл күйді білдіру, оқырман көңілін аудару, эмоция туғызу. Сіз өзіңіздің эссеңіздің қандай нәтиже көрсеткенін білгіңіз келе ме? Мұны тексерудің бірнеше жолы бар. Ол үшін келесідей міндеттерді орындаңыз. Мәтінді дауыстап оқу, өз жазғаныңызға оқырманның көзқарасымен қарау, ең соңында адамдардың пікірін білу. Әр уақытта адам өзінің сөзімен құнды екенін естен шығармау керек. Мақсат нәтижеге жету құралдарын анықтайды. Автор нәтиже шығатындай жағдайға дейінгі көлемді жазуы тиіс. Адам өзінің алдына қойған мақсатын білсе және өзінің жазба еңбектерін осы тұрғыда қарастырса, мәтін түсінікті және айқын болады. Эссенің құрылымы мен жоспарына тоқталайық. Эссенің құрылымы оған талап етілетіндермен анықталады. Эссе автордың ойы қысқаша тезистер қалпындағы мәселелер бойынша баяндалады. Ой дәлелдермен бекітілуі керек. Сондықтан да тезистен кейін дәлелдер беріледі. Дәлелдер бұл фактілер, қоғамның, өмірдің, оқиғалардың, өмірлік жағдайлардың және өмірлік тәжірибенің, ғылыми дәлелдеулердің, ғалымдардың пікірлерге бағыттамаларының құбылысы. Әр тезистің пайдасына екі дәлел келтіргеніміз жөн. Бір дәлел нанымсыздау болады, ал үш дәлел қысқаша образдауға бейімделген баяндаманы күрделендіреді. Осылайша дөңгеленген құрылымға айналады. Демек, эссенің құрылымы өздеріңіз көріп отырғандай кіріспеден тезис, дәлелдеме және қорытындыдан тұрады. Көп жағдайда ауызша жазбаша хабарламалар негізгі композициялық бөлімнен тұрады. Олар кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды. Оқырманды қызықтыру үшін кіріспе бөлім жанды, нақты, күшті және мінсіз болу керек. Онда оқырманға үндеу, афоризм, жеке ой, тәжірибеге сілтеме, аналогиялық ассоциация тұжырымы, сұрақ, жеңіл ескертпелер болуы мүмкін. Сонымен бірге кіріспе мен негізгі бөлім арасындағы қатынас сақталу керек. Егер эссенің жалпы көлемі 500 сөз болса, кіріспеде келтірілетін сөз 50 сөз болуы тиіс. Негізгі бөлім тақырыптың бірізді баяндалуы болып табылады. Жазылған мәселе бойынша ұсыныстар мен көзқарастарды бейнелі түрде жеткізеді. Жазбаша хабарландырулардың мақсаты мен бағытына сілтей ой желісін құрайды. Дәлелдемелері мен сілтемелері бар идеяны дәлелдемелер мен нақты мысалдар арқылы нақтылайды. Қорытынды бөлімде әдеттегідей қорытынды жасалады. Жазылған мәселе мәні мен мазмұнын күшейтеді. Автор ойымен сәйкес келетін көңіл күй сезімі анықталады. Ал баяндау тәсіліне келетін болсақ, эссенің тақырыбы қандай тәсілмен ашқаны жақсы және қалай баяндау керек екенін автор ғана анықтай алады. Бұл арқылы жұмыстың шығармашылық өзіндік сипаты анықталады. Қайта қарап шығу дегеніміз хабарламаны сапасы мен нәтижесі тұрғысынан мәтінді редакциялау, ойдың айқындылығын, түсініктілігін, яғни мағыналық байланыстылығын, бірізділігін, сауаттылығын және стильдің дұрыстығын айқындау. Қайта қарау нәтижесінде екінші нұсқаның қажеттілігі туындайды. Ал екінші нұсқа дегеніміз өте үлкен бөліктерден басталып, кішкентай бөліктерге дейін жалғасады. Мысалы, абзацтан сөйлемге дейін, сөйлемдерден сөзге дейін талданып сараланады. Баяндаудың жатықтығына, ойдың логикалық сабақтастығына, байланысына назар аудару қажет. Ғылыми стиль бұл оқу саласында қызмет ететін сөйлеу құралының жүйесі. Ғылыми стильдің негізгі белгілері абстракциялы және жалпылау логикалық терминологиядан тұрады. Ауызша және жазбаша ғылыми сөйлеу нақты логикалық түрде құрылған, қатаң негізделген және дәлелді болуы керек. Жоғары оқу орындарында оқитын білім алушылар сөзсіз осы дағдылар мен білімдерді меңгеру шығуы қажет. Сонымен